Шығармашылық жолы ұйымдастыру тақырыбындағы біз жақында ғана сіздерменен Наурыз мерекесін тойлап алдық, иә? Наурыз мерекесі бұл мұсылмандардың жаңа жылының келуі. Солай ма? Демек сол тақырып бойынша біз кеңінен бүгін сабағымызды бастаймыз. Сабағымызды бастамас бұрын сендерменен бір қызықты ойын ойнап жібереміз, яғни бұл ойынымыз 3 тілек деп аталады. Әрбір оқушы сол өзінің достарына, сыныпқа деген ізгі тілектерін білдіріп өтеді. Бірінші тілегім бұл ата-анамыздың саулығы сау болсын. Ал екінші тілегім бұл өзім ойлаған мақсаттарыма жетіп, ойлаған мақсатыма жету, және де үшінші тілегім бұл ата-анам ойлағандай қыз болып жету. Ал төртінші тілегім ата-анамның және де басқа жақындарының денсаулығы сау болуы. Кейінгі оқушымыз Наурыз айы мерекелі болып келсін. Оқу жылының бағаларын жақсы бағалармен аяқтайық. Келесі жыл Наурыз осы салт дәстүріміз жалғаса кете берсін. Осы мерекелеріміз жақсы оқуларға кетсін. Шетелдерге. Жақсы. Демек, сабағымызды бастаймыз. Сендерменен сабақта, яғни сол өткен тақырыптарымызды қайталау мақсатында қысқа сұрақ жауаптар өткіземіз. Яғни, Наурыз мерекесі қай тілден алынған? Қане? Наурыздың мерекесі ежелден мереке бұл қазақ тілінен алынғанды